Сәлем достар, біз сіздермен алдыңғы сабақта бүтін өрнектерді түрлендіру тақырыбына есептер шығарғанбыз. Бүгін тағы да сол тақырыпқа есептер шығарайық. Бізде берілген өрнегіміз мына түрде берілсін. Осы өрнектегі айнымалының кез келген мәнінде бұл өрнегіміз оң мән қабылдайтын дәлелдеуіміз қажет. Яғни а квадрат қосылған 2а қосылған 2. Яғни аның орнына кез келген санды қойғанда бұл өрнегіміз 0-ден үлкен болатын дәлелдеуіміз керек. Ол үшін біз бұл жерде қысқаша көбейту формуласындағы екі өрнектің қосындысының квадратына түрлендіруіміз қажет. Формуланы еске түсірсек, ол бізде а қосылған б-ның квадраты болатын. Ал оның өзі а квадрат қосылған 2аб және қосылған б-ның квадраты болатын. Ал бізде берілген өрнекте а квадрат қосылған 2а алғашқы екі мүшесі бар. Сонда а квадратымыз бар, қосылған 2амыз бар. Сонда б-мыз бізде екінші мүшеміз 1-ге тең. Яғни 2аны 1-ге көбейтсек, ол бізде 2аға тең болады. Яғни онда қосылған бізде б-ның мәні 1-ге тең болғандықтан 1-дің квадрат деп жазсақ, яғни алғашқы осы үш мүшені біз толық квадратқа келтіре аламыз. Бірақ бізде бос мүшеміз 2-ге тең. Яғни осы 2-ның 1-ін жазсақ, яғни тағы да қосу 1-іміз бар. Сонда осы өрнек түрлендірсек, а квадрат қосылған 2а қосу 2 деген өзіміздің берілген өрнегіміз шығады. Олай болса, алғашқы үш мүшесін біз екі өрнектің квадрат ретінде жазуға болады. А қосылған 1-дің квадраты. Және бізде бар қосу 1. Бұл жердегі аның орнына кез келген санды қойсақ, яғни кез келген оң сан болсын, теріс сан болсын, оған 1-ді қосып квадраттасақ, бұл жерде әрқашан оң сан шығады деген сөз. Ал оң санға кез келген 1-ді қоссақ та, әрқашан ол 0-ден үлкен деген сөз. Дәлелдеу керегі де осы болатын. Келесі тәлімдағы да осыған ұқсас, енді айнымалының саны 2 болсын. Мысалы, x квадрат қосылған y квадрат минус 2xy қосылған 4. Осы берілген өрнектің де x пен y-тің орнына кез келген мәнді қойғанда, мәні әрқашан 0-ден үлкен болатын дәлелдеуіміз қажет. Олай болса, бұл жерде алғашқы үш мүшесінде x квадрат минус 2xy плюс y квадратты бір жақшаға алып жазатын болса, x квадрат минус 2xy қосылған y квадрат. Және бізде бар қосу 4. Осы алғашқы үш мүшесі бізде екі өрнектің айырымдарының квадратына келеді. Яғни қысқаша көбейту формуласы бойынша x минус y-тің квадраты қосылған 4. Бұл жердегі айнымал x пен y-тің орнына кез келген мәнді қойып, бірінен азайтқанда оң сан шықса да, теріс сан шықса да, оның квадраты әрқашан оң санға тең. Және оған 4 санын қоссақ та, бұл жерде x пен y-тің орнына кез келген мәнде әрқашан 0-ден үлкен болады деген сөз. Келесі енді айнымалының орнына, яғни берілген өрнегіміз 4x минус 4x-тің квадраты минус 2 өрнегі. Бұл жердегі айнымал x-тің орнына кез келген мәнді қойсақ та, теріс мән қабылдайтын дәлелдеп көрейік. Алдымен x-тің үлкен дәрежесінен бастап жасайық. Бізде бар минус 4x квадрат және плюс 4x минус 2. Бұл жердегі 4x квадрат плюс 4x алдында минусы бар, сондықтан алғашқы екі мүшесінен мен ортақ минусты жақсан сыртына шығара алам. Сонда минус таңбасын шығарсам, қалады менде 4x квадрат минус 4x және минус 2 бар. Енді қысқаша көбейту формуласы бойынша алғашқы екі мүшесі бар деп қарастырсақ, бізде а квадратымыз 4x квадратқа тең минус 2аб-мыз бізде тең 4x-ге. Ал енді b-ның мәнін тауып алайықшы, b бізде қандай мән? Яғни а квадрат бар, ол бізде 2x-тің квадраты деген сөз. Олай болса 2x-ті алып тастайық, 2 формуладағы 2, олай болса b-ның мәні 1-ге тең деген сөз. Олай болса 1-ді қосып, 1-ді азайтсам,
ештеңке өзгермейді. Минусты қалдырамын. 4х квадрат минус 4х. Жақшаның ішіне b-ның мәні 1-ге тең. Қосамын 1-ді және азайтамын 1-ді. Және жақшаның сыртында минус 2 бар. Олай болса, жақшаның ішінде алғашқы 3 мүше 2 өрнектің айырымдарының квадратына келеді. Олай болса, мен оны жаза аламын тең минус 2х минус 1-дің квадраты. Енді жақшаның ішіндегі минус 1-ді алдында минусты ескеріп, минусты минус 1-ге көбейтсем, плюс 1 және жақшаның сыртында минус 2 бар екенін ескереміз. Сонда бізде қалады минус 2х минус 1-дің квадраты және минус 1. Енді бұл жерде x-тің орнына кез келген мәнді қойып, жақшаның ішін есептегеннің өзінде, квадраттағанның өзінде оң сан шыққанымен, алдындағы минуспен ол әрқашан теріс сан болады. Ал теріс саннан 1-ді азайтсақ та, әрқашан 0-ден кіші теріс сан шығады деген сөз. Яғни x-тің орнына кез келген мәнінде бұл берілген өрнегіміз әрқашан теріс сан деген сөз. Келесі тағы бір мысалды қарастырайық. Берілген өрнекті тепе-теңдікті дәлелдеуіміз қажет. Берілгені a-ның 4 дәрежесі қосылған b-ның 4 дәрежесі, екінші жақша a квадрат қосылған b квадрат және a қосылған b, a минус b тең a-ның 8 дәрежесі минус v-ның 8 дәрежесіне тең екенін дәлелдеуіміз қажет. Олай болса, біз берілген теңдіктің бірінші жағынан екінші жағын алуымыз қажет. Олай болса, алғашқы берілгенін жазып шығайық. a-ның 4 дәрежесі қосылған v-ның 4 дәрежесі, a квадрат қосылған v квадрат және бізде бар a қосу b, a минус b. Енді назар аударсаңыздар, соңғы екі жақша бізде берілген екі өрнектің қосындысы және айырымының көбейтіндісі болғандықтан, қысқаша көбейту формуласы бойынша екі өрнектің квадраттарының айырымына келеді. Олай болса, алғашқы екі жақшаны жазып қоямыз. a-ның 4 дәрежесі қосылған v-ның 4 дәрежесі, a квадрат қосылған v квадратты қалдырамыз. Ал соңғы екі жақшаны біз қысқаша көбейту формуласы бойынша ол бізде a квадрат минус v-ның квадратына тең. Енді соңғы екі жақшаға назар аударсақ, бұл жерде де берілген екі өрнектің қосындысы және берілген сол өрнектердің айырымы бар. Олай болса, тағы да екі өрнектің квадраттарының айырымын формуласын салатын болсақ, бізде не болады? a-ның 4 дәрежесі қосылған b-ның 4 дәрежесі. Бізде берілген өрнегіміз a-ның квадратының квадраты деген сөз. Минус b-ның квадратының квадратына келеді. Олай болса, бұл өрнектердің дәреже көрсеткіштері көбейтіледі. a-ның 4 дәрежесі қосылған b-ның 4 дәрежесін қалдырамыз. Ал екінші жақшада бізде a-ның 4 дәрежесі минус b-ның 4 дәрежесі. Ал бізде соңғы алынған екі жақшаның формула бойынша берілген өрнектердің қосындысы және берілген өрнектердің айырымының көбейтіндісі бар. Олай болса, бұны да тағы да сол екі өрнектің квадраттарының айырымының формуласын қолдансақ, бізде болады a-ның 4 дәрежесінің квадраты минус b-ның 4 дәрежесінің квадратына тең болады. Ал бұл дегеніміз a-ның 8 дәрежесі минус b-ның 8 дәрежесіне тең. Сонда берілген бұл есепте біз қысқаша көбейту формуласындағы екі өрнектің квадраттарының айырымын 3 рет қолданып, тепе-теңдіктің тең екенін дәлелдедік. Келесі тағы да бір есеп берілсін. Есептің шарты 9х квадрат y-дің 4 дәрежесі минус a минус b-ның квадраты. Бізге берілген өрнекті көбейткіштерге жіктеуіміз қажет. Олай болса, көбейткіштерге жіктеу бойынша біз бірінші өрнектің өзі қандай санның квадрат екенін қарастырайық. Яғни 9 дегеніміз 3, x-тің, ал y-дің 4 дәрежесін y квадраттың квадрат деп қарастырамыз.
минус, ал екінші өрнегіміз а минус б-ның квадраты. Тең болады. Бұл жерде екі өрнектің квадраттарының айырымды формуласын қолданамыз. Сонда осы өрнектердің y-тің квадраты минус а минус б. Енді осы өрнектердің қосындысын жазамыз. 3x y квадрат қосылған а минус б. Енді біз әрбір жақшаның ішіндегі ішкі жақшаны ашып жазсақ, бізде 3x y квадрат минусты ескереміз, минус а қосылған б. Ал екінші жақшада 3x y квадрат плюс а минус б-ға тең. Біз берілген өрнекті түрлендіре арқылы біз екі өрнектің көбейтіндісі түрінде жіктей алдық. Біз сіздермен қарастырдық бүтін өрнектерді түрлендіру тақырыбын. Келесі кездескенше сау болыңдар.